армысыздар. Сіздермен мен бүгін Еркежан биология мұғалімі. Сіздермен бүгін қамтитын тақырыбымыз экожүйелер болады. Бұл бізде 7-ші кітап 1-ші бөлімнен басталады, яғни бұл бізде Соловьев кітабы. Ал тақырыпқа келетін болсақ, экожүйені терминіне анықтама берейік. Біріншіден, экожүйе дегеніміз функциялық тұрақтылығы аз уақытқа созылса да, қарым-қатынаста болатын құрауыштар бар кез келген бірлікті экожүйе деп атауға болады. Яғни экожүйе дегеніміз белгілі бір құрауыштары бар үлкен топ. Бұл экожүйе терминін бізде 1935 жылы ағылшын экологы Артур Тенсли енгізген болатын. Артур Тенсли бізде экожүйелердің құрамына организмдерде абиотикалық ортада кіретін жер бетте тірі табиғаттың негізгі функциясының бірлігі деп есептеу және оның әр бөлігінің екіншісіне әсер ететініне назар аударды. Бұлайша айтқанда бізде экожүйе зат айналымы мен энергия тасымалдануына жүретін табиғи бірлік. Экожүйеде зат айналымының жүруіне органикалық молекулалық сіңімділік түрде де белсенді әсер етеді. Бізде бүгінгі сабақта тақырыбымыз сіздермен қамтитын экологиялық факторлар және олардың түрлері, биоалуантүрлілік терминіне анықтама береміз. Одан кейін экологиялық сукцессияның екі компонентін анықтайтын боламыз. Біріншісі бізде экологиялық факторлар. Экологиялық факторлар дегеніміз тірі ағзалардың тіршілігіне әсер ететін кез келген жағдайлар және оның құрам бөліктері. Ол бізде негізінен 3 құрам бөлікке бөлінеді. Біріншісі абиотикалық фактор, екіншісі биотикалық фактор, үшіншісі антропогендік фактор деп. Бұларға жеке-жеке тоқталатын болсақ, абиотикалық факторларға атмосфера газдары, топырақ, жергілікті жер бедері, климат ерекшеліктері, яғни температура, ылғалдылық, өзен, көл, жауын-шашын тағы басқалар жатады. Оған жергілікті жерге тән жансыз табиғаттың барлық басқа көрсеткіштері де кіреді. Яғни жансыз табиғат дегеніміз олар бізде жаны жоқ, белгілі бір құбылыстар айтсақ та болады климаттағы. Келесі бізде биотикалық экологиялық факторлар. Бұл бізде қоршаған ортадағы тірі ағзалардың бір-біріне әсер етуі жатады. Яғни бұған біз жануарларды жатқызсақ та болады. Келесі бізде антропогендік фактор. Адам тірі ағза, яғни антропогендік фактордың бізде ең маңызды бөлігі адам. Соңғы кезде, яғни 2 жыл ішінде бізде адам табиғатқа өте зор зиян тигізді десек те болады. Біз оған нені жатқыза аламыз? Оған біз ағаштардың кесілуін, орманның азаюын, табиғаттың көрсеткішінің төмендеуін жатқыза аламыз. Сондықтан бізде адам іс-әрекеті жеке экологиялық фактор болып есептеледі. Келесі бізде биоалуантүрлілік. Яғни биоалуантүрлілік дегеніміз не? Белгілі бір аумаққа ағзалардың неғұрлым көп түрлері кездессе, олардың бірлестігі соғұрлым тұрақты, бай және осы экологиялық жүйе өнімді болады. Яғни биоалуантүрлілік дегеніміз белгілі бір ортада немесе қоғамда бізде тірі ағзалардың бірлесіп тіршілік етуі. Оған бізге экожүйені жатқыза аламыз. Экожүйе дегеніміз не? Экожүйе дегеніміз ұзақ уақыт бойы қатар тіршілік етіп, бір-біріне өзара әсер ететін алуан түрлі ағзалардың және де жансыз табиғаттың факторларының тұрақты жиынтығы. Негізінен бізде экожүйе 2 компоненттен тұрады. Тірі табиғат және де өлі табиғат, немесе жанды табиғат, немесе жансыз табиғат деп. Тірі табиғат дегеніміз жануарлар, өсімдіктер, саңырауқұлақтар, қыналалар, кез келген микроағзалар жатады. Ал жансыз табиғат, яғни өлі табиғатқа бізге климаттық белгілер, яғни ылғалдылық, топырақ, су мен ауаның құрамы, жауын-шашын жатады. Келесі бізде өтетін тақырыбымыз экологиялық сукцессия. Яғни экологиялық сукцессия дегеніміз не? Экожүйелердің біртіндеп уақыт бойынша реттік ауысымы сукцессия деп аталады. Яғни олар бірінші және екінші реттік сукцессия бөлінеді. Бірінші реттік сукцессияда бізде әлі топырақ қалыптаспаған орта болады. Яғни оларда белгілі бір тіршілік немесе өсімдік болмайды. Бұған бізге не жатқыза аламыз? Бұған біз жартас жыныстар немесе қатайған жанартау лаваларын жатқыза аламыз. Яғни бұл жерде бізде тіршілік байқалмайды және де белгілі бір табиғат жоқ. Әдетте бұндай аумаққа бірінші болып қыналар өседі екен. Яғни бірінші реттік сукцессияда бізде ең бірінші қыналар пайда болады. Келесі бізде екінші реттік сукцессия. Бұрын болған экожүйе тіршілігін жойып, енді біртіндеп қалпына келе бастаған жағдайда қалыптасады.
Бұл не? Яғни екінші реттік ситуация дегеніміз бұрын табиғат болған, бірақ ол белгілі бір себептермен жойылып кетуі. Ол бізге қандай себептер? Олар орманда өрт болған жағдай кезде, сел жүргенде, мұз қатқанда, су басқанда, немесе адамның, яғни бағана айтқан антропогендік іс-әрекеті кезінде, яғни орман ағаштарын кескенде салдарынан бізде екінші реттік ситуация жойылады. Оның бізде шешімі бар. Яғни екінші реттік ситуация бастаушы яғни ағзалардан емес, белгілі бір ағзалардан емес, олар тұқымдардың көрші аумақтан ұшып келуімен байланысты болады. Яғни бізде жел арқылы көрші аумақтан тұқымдар ұшып келеді, сол жерге қонады, сосын сол жақтан бастап бізде өсе бастайды. Бұл жерде бізде екінші реттік ситуация қалыптасады. Яғни екінші реттік ситуация кезінде белгілі бір табиғат немесе орман қалыптасуы. Қазірге оның суретін көрсететін болсам, экологиялық ситуация дегеніміз жаңа айтқанда бірінші реттік және де екінші реттік ситуация болып бөлінеді. Бірінші реттік ситуацияда бізде белгілі бір табиғаттың белгілері, яғни байқалмайды мүлдем. Оларда тек қана топырақ қалыптасады, ешқандай бір тіршілік қалыптаспайды. Екінші реттік ситуация, яғни екінші реттікте бізде көріп тұрғандарыңыздай орман қалыптасқан. Бұл бізде ормандар әртүрлі факторлармен келеді. Мысалы, адамның ағаш отырғызу салдарымен, немесе белгілі бір жаңа айтқан тұқымның жермен ұшып келуінен екінші реттік ситуация қалыптасады. Бүгінге бізде экожүйенің тақырыбын аштық деп ойлаймын. Экожүйенің не екенін, экологиялық ситуацияның не екенін, экологиялық факторлардың, яғни бағана біз айтып кеткен абиотикалық, биотикалық, антропогендік факторлар не екенін түсіндіңіздер деп ойлаймын. Биоалуантүрлілікті және де экожүйенің қандай құрам бөліктері бар екенін түсіндіңіздер деп ойлаймын. Сонымен сабақты қорытындылай келе, яғни үй тапсырмасын берейін сіздерге. Бірінші, екінші, үшінші параграфтарды қайталау, сол параграфтарға конспект жазу, және де кітаптағы, яғни мен сіздерге бағана айтып кеткен 7-ші сынып Соловьев кітабындағы әр тақырыптан бір тапсырмадан орындап келу. Назарларыңызға рахмет. Сіздермен болған биология мұғалімі Еркежан.